Баршаңызға қайырлы күн достар. Менің ас үй арнама қош келдіңіздер. Бүгін мен Гүлнұр сіздермен көпшіліктің сүйікті тортына айналған молочная девочка, яғни сүтті қыз тортын бірге дайындайтын боламыз. Арнамнан алыстамай, видеоны соңына дейін қарап, сіздер де жасап көріңіздер. Бізге ең алдымен осылай қойылтылған сүт, яғни сгущенка қажет болады. Дәл осы сгущенкамыздың үстіне жұмыртқамызды және де алдын ала қысқа толқынды пеште ерітіп алған майымызды осылай ыдысымызға құйып, миксеріміздің көмегімен осылай біркелкі болғанша жақсылап араластырып аламыз. Дәл видеода көріп отырғандарыңыздай, осылай миксеріміздің жылдамдығын ақырындап арттыра отыра жақсылап араластырып аламыз. Міне, ендігі кезекте бізге ұнымызды алдын ала електен өткізіп аламыз. Біздің ұнымыз жоғарғы сұрыпты болуы міндетті. Ұнымыздың үстіне бір шай қасық разрыхлителімізді салып, миксеріміздің жылдамдығын арттыра отыра қою масса дайындап аламыз. Міне, біздің қамырымыз дайын. Ендігі кезекте тортымыздың корждарын пісіріп алу үшін бізге пергамент қағаздары қажет болады. Осылай дайындап алған пергамент қағаздарын қалаған үлгіде кез келген диаметрмен алдын ала осылай қаламыздың көмегімен сызып шығамыз. Мендегі диаметр 22, ал сіздер өз қалауларыңызша диаметрін үлкейтіп немесе кішірейтсеңіздер болады. Міне, осылай дайындап алған пергамент қағазымыздың үстіне алдын ала дайындап алған массамызды 2 немесе 3 қасығын сала отыра, шпателіміздің көмегімен біркелкі етіп жайып аламыз. Одан кейін алдын ала қызып тұрған пешімізде корждарымыз сарғайғанша жақсылап біркелкі етіп пісіріп аламыз. Міне, біздің өте жұмсақ әрі нәзік болып шыққан тортымыздың корждары дайын. Ендігі кезекте осы корждарымыздың арасына кремін жағу үшін алдын ала кремді дайындап аламыз. Ол үшін бізге алдын ала дайындап алған сливки, яғни холодильниктен шыққан мұздай сливки қажет болады. Дәл осы сливкиміздің үстіне қант ұнтағын 2 немесе 3 бөле отыра осылай салып аламыз. Одан кейін алдын ала өлшеп алынған творожный сырымызды да осылай жылдамдығын азайтып, одан кейін 3 немесе 4 бөлікке бөле отыра сырымызды дәл осы сливкиміздің үстіне салып араластырып аламыз. Міне, біздің тортымыздың кремі дайын. Ендігі кезекте тортымызды құрастыруға кірісеміз. Ол үшін дайын болған кремімізді осылай кондитерлік қалташаға толтырып, тығыздап салып аламыз. Біздің корждарымыз жылжып кетпес үшін тортымыздың астыңғы бөлігіне осылай сәл крем жағып аламыз. Сонда біздің тортымыздың корждары еш жылжымай өз қалпын сақтайтын болады. Осылай үстіне кальцомызды кигізіп, одан кейін коржымыздың үстіне кремімізді жағып шығамыз. Дәл осы ретпен барлық корждарының арасына крем жаға отырып, тортымызды жинап аламыз. Барлық кремді жағып шыққаннан кейін бетіне салафан пакетімізді жауып, бір түнге холодильникке қалдырамыз. Бір түн холодильникте тұрған тортымыздың корждары өте нәзік әрі жұмсақ болып шығады. Достар, егер каналыма тіркелмеген болсаңыз, қазақша контенттің дамуына сіз де өз үлесіңізді қоса кетіңіз. Ол үшін каналыма тіркеліп, лайк басып және де өз пікірлеріңізді қалдыра кетуді де ұмытпаңыздар. Міне, біздің
бір түн тұрған тортымыз дайын. Ендігі кезекте тортымыздың сыртын креммен қаптауға кірісеміз. Міне, осылай сыртын айналдыра отыра, шпателіміздің көмегімен тортымыздың төменгі бетін және жоғарғы бетін біркелкі етіп тегістеп шығамыз. Ендігі кезекте бізге шоколадты ганаж қажет болады. Ол үшін алдын ала өлшеп алған шоколадымыз бен майымызды қысқа толқынды пеште ерітіп аламыз. Келесі кезекте тортымыздың бетін әрлеу үшін бізге жеміс қажет болады. Өз қалауларыңызша кез келген жеміс түрін немесе тәттілермен безендірсеңіздер болады. Мен киви және де апельсин жемісін қолдандым. Міне, дайын болған ганажымызды осылай тортымыздың бетіне құйып алып, одан кейін шпателіміздің көмегімен осылай бір тегіс етіп жайып шығамыз. Дәл осы тортымның рецептін описание бөлімінде толық жазып қалдыратын болам. Сол жерге қарап, сіздер де жасап көрсеңіздер болады. Міне, ганажымызды құйып дайындап алдық. Ендігі кезекте алдын ала турап алған жемістерімізбен безендіріп шығамыз. Дәл осы рецепт түрімен жасап, сіздер де табыс көзіне айналдырсаңыздар болады. Сонымен қатар менің арнамнан түрлі тәттілер мен сусындар және де қысқа арналған салат түрлерін де таба аласыздар. Кез келген рецепт түрімен сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған Гүлнұр. Келесі видеода жолыққанша аман сау болыңыздар. Ал бізге ас болсын.